Ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға. Ұстаздық еткені жалықпас, үйретуден балаға деп жырлаған қазақтың ұлы ақыны Абайдың осы бір өлең жолдарынан талай ұстаз тәлім алды десек, артық айтқанымыз емес. Ақырын жүріп анық басып, өз бойындағы білімнің дәнін жас шәкірттердің бойына егіп, оларды білімнің нәрімен сусындатып, сапалы біліммен саналы тәрбие беріп, талай шәкірттердің қанатын қатайтып, алтын ұя мектебінен ұшырып, жалықпай еңбек еткен аяулы да ардақты ұстазымыздың бірі Қадырова Марзия Раматуллақызы. Өткенге шегініс жасап көз жүгіртсек, аяулы ұстазымыз Марзия Раматуллақызы 1958 жылдың 21 қарашасында мәдениеттің майегі саналатын оңтүстіктің Жетісай жерінде дүниеге келген. Тұлымшағы желбіреген ақ сары өңді сүйкімді қыз 1965 жылы Түркістан қаласындағы Саттар Ерубаев атындағы мектеп-интернаттың табалдырығын аттап, әліппенің алғашқы бетін парақтады. Білім әлемінің бал шырынына қанып, 1975 жылы Абдулла Сенов атындағы мектепті тамамдайды. Арман қуған бой жеткен, осы жылы Шымкент педагогикалық институтының филология факультетіне оқуға түседі. 1979 жылы аталған оқу орнын ойдағыдай бітіріп, қазақ тілі мен әдебиеті пән мұғалімінің мамандығын алып шығады. Қызығы мен қиындығы қатар жүретін ұстаздық еңбек жолының алғашқы қадамын қаламыздағы Сәкен Сейфуллин мектебінен бастады. 1982 жылы жолдасы Пернебек ағаймен шаңырақ көтеріп, Нұрлан, Айкерім, Асылзат есімді перзенттерді жарық дүниеге алып келіп, асыл жар, аяулы ана атанды. 2005 жылдан бастап, қазіргі таңға дейін номер 14 жалпы орта мектебінде жас ұрпаққа өнегелі үлгісімен, іскерлік қабілетімен, заманауи жаңашылдығымен қаншама шәкірттің жүрегіне жол тауып, болашағына жақсылық нұрын сыйлап, мектептің сүйікті ұстазына айналды. Өз мамандығына қоса, кәсіподақ ұйымының төрайымы қызметін қатар алып жүрген Марзия Раматуллақызы өзінің салиқалы сабырлығымен, ұжымның ынтымағымен, бірлігін сақтай білген іскер азаматша. Мектептің қоғамдық жұмыстарына белсене атсалысып, айтулы күндерде мерекелік іс-шаралардың басы қасында болып, жастарымызға қазақтың салт-дәстүрлерін дәріптей жүріп, үлкенге ізет көрсетіп, кішіге қамқор болып, әріптестеріне кәсіби қолдау көрсетіп, кәсіподақтың әрбір мүшесіне жанашыр бола білді. Марзия Раматуллақызының оқу тәрбие саласындағы жетістіктері ұшан теңіз. Ол ұзақ жылғы педагогикалық еңбек жолында бірнеше рет облыстық білім басқармасының, қалалық білім бөлімінің мақтау грамотасымен және 2015 жылы облыстық құрмет қоғамдық бірлестігінің ерен еңбегі төс белгісімен марапатталды. Өз шаңырағының анасы ғана емес, ұжымның да анасына айналған Марзия апай бұл күнде ұлды ұяға, қызды қияға қондырған 4 немеренің сүйікті әжесі. Отбасының алтын қазығы, шұғылалы шам шырағы. Құрметті де қадірлі ұлағатты ұстаз Марзия Раматуллақызы, еткен еңбегіңізбен төккен теріңіздің зейнетін көріп, деніңіз сау болып, ұл қыздарыңыздың немере мен шөберенің қызығын көріп, жолдасыңыз Пернебек ағаймен ұзақ та мағыналы ғұмыр кешіңіз деген тілек білдіреді номері 14 мектеп
ұжымы.